Сәлем баршаңызға. Үнемі шай ішкеннен кейін осындай табам менің дастарханыма жабысып қалып, дастархан кейде күйіп қалады, немесе пленкасы ашылып қалады. Содан кейін мен ойладым, осындай дак материалдары, тағы да басқа осындай қатты остаток материалдар бар тұғын. Содан прихватка, яғни тұтқыш деп жатады, соны тікпекшімін. Әуелі каналыма жазылып, қолдап, подписаться етіп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Осы жаңағыдай мынау таза хб материал. Бұл материалды мен шетіне пайдаланамын, өйткені шетіне біз лента тігеміз, айналдырып, ол лентаны жаңағыдай мынау дак матасын өзінен тігуге ол қалың болып кетеді. Әуелі мен осы дак матасынан тарелканың көмегімен домалақ пішіндер жаңағыдай белгілеп кесіп алатын боламын. Жалпы айтқанда, ең бірінші сіз тігінді бастап жүрсеңіз, енді бастайын деп ойласаңыз, ештеңе сатып алмай-ақ, материал сатып алмай-ақ, осындай керек болмай қалған, мысалы, куртка бар ма, сондай заттарды сразу мусорға тастамаңыз. Оның кейбір заттары қажет болады. Мысалы, мен баламның жыртылып қалған курткасын тастаған жоқ, материал плотный болғасын, синтепоны бар, замогы бар деген сияқты сол заттарды алып, өзіме алып қалам. Осындай бір керек зат тігу керек болғанда базарға жүгірмей соны пайдалана саласыз. Жалпы мен осындай пішіндерді ручканың көмегіменен белгілеп кесіп алдым. Осыдан 2 дана және синтепоннан да тоже. Ол сәл үлкенірек болсын, бұл жаңағыдай шайнектің астына қоятын. Ал екіншісі қызыл матадан пішетінім, ол жаңағыдай шай демдейтін, яғни пәрнек деп жатады, кей жерде шайнек деп жатады. Соның артына қызылды, астына қызылды пайдаланатын боламын. Көріп, тамашалап, каналымды қолдап отырыңыздар. Екеуіне де жалпы бір тарелканы пайдаландым, бірақ мен анау жаңағыдай розовый дак матасында 1 сантиметр жаңағыдай 1 сантиметр қалдырып барып пішіп алдым. Ал мына да тарелканың көмегімен жаңағыдай көлеммен сызылған жерді қырқып алдым. Бұл да жаңағы мынау синтепон, сол куртканың синтепоны болатын. Осыны сақтап қойғам, осындай бір заттарға пайдаланамын деп. Енді қалай тіккенімді көріп тамашалаңыздар. Әуелі маталарды қойып, синтепонды ортасына жақсылап қойып, жаңағыдай сызықтар мен сызып алдым. Осылай ішіндегі синтепон жылжып кетпеу үшін осылайынан негізі кейбіреулер 4 сантиметр, 5 сантиметр етіп жасап жатады. Оның орнына мен сызғыштың көмегін пайдаландым. Өлшеп жатпай, осылай сызғыштың 2 жағын сызып оттым. Солай тез болды менде, бірақ енді көп сызықтар пайда болды менде, бірақ ничего, жақсылап тігіп, жақсы тұру үшін де бұл жақсы болады. Одан кейін инелердің көмегімен жылжып кетпеу үшін астын үстін бірдей қылып инелердің көмегімен қадап шықтым. Екеуінде солай дайындап алдым, содан кейін тігуге кірістім.
Осы екінші прихватканы тігетін кезде мен сәл қиналдым, өйткені мынау куртканың материалы плотный болғанымен мындай созылғыш материал екен. Сондықтан ол қолдың көмегімен былай ұстап отырып тікпесе болмайды екен. Сондықтан барлығын ретке келтіріп қолмен ұстап отырып оны тігіп шықтым. Қалдық хб матасын бағана пайдаланамын деп айтқан болатын. Осыдан ілгішектерін және айналдырып тігіп шығатын лентаны дайындап алдым. Осы жаңағыдай ілгішегін осылайынан қойып, үстінен дайындап алған лентамды қойып айналдырып тігіп шығатын болам. Жалпы инелерімнің бәрі тупой болып қалыпты, дұрыс кірмейді. Енді мен инелерімді жаңартуым керек болып тұр. Өйткені ине де дұрыс кірмесе материалды құртады, сырып кетеді. Немесе жаңағыдай нәзік жібек сияқты материалдар болса, ол инені, ондай инелерді қолданбаған дұрыс. Сондықтан инені де уақытылы ауыстырып отыру қажет.
Ne diyorsun? Şenlikten астына. Şenlikten астына koyalım. Келгеннен кейін осылай осы жерден тігіп шығу керек, бекітіп, сол кезде жақсы тұрады. Қызым екеуміз әңгіме айтып отырып, ол да маған менен көргенін үйрене отырып, жақсы прихватка тігіп шықтым. Жалпы тіккен прихваткаларым өте ұнады, осылай іліп қойдым. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Тігіп көріңіздер. Үнемі ыстық шәйнектерім осылай дастарханға жабысып жатып, пленкасы алынып қалып бетінде немесе сарғайып кететін тұғын. Енді маған осы прихватқа көмекке келетін болды. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма жазылып қолдап отырыңыздар.